21 ғасыр ғылым мен зияткерлік бәсекелестіктің ғасыры болады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 2000 жылдардың басында Қазақстан жаңа ғасырдың жаһандық талаптарына төтеп бере алатын орта білімнің жаңа моделін іздестіре бастады. 2008 жылдың наурыз айында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке бастамасымен отандық инновациялық мектептер жүйесін құру туралы тарихи шешім қабылданды. Елбасы аталған мектептерге өз есімін беруге сенім білдірді. Біздің мемлекетімізде болашақта өте зерек, талапты да талантты жастарды іріктеп алып, әдейлеп оқыту үшін тұңғыш президенттің 20 интеллектуалды мектебі ашылу керек. Назарбаев зияткерлік мектептер алдында басты екі миссия тұрды. Бірінші, білім берудегі жаһандық және отандық озық үлгілерді ұштастыра отырып, орта білімнің инновациялық үлгісін әзірлеп енгізу. Екінші, сол жаңа оқыту жүйесін Қазақстандағы жалпы білім беру мекемелеріне тарату. Қазіргі таңда ел бойынша жаратылыстану математика бағытындағы 20 зияткерлік мектеп бой көтерді. Бұл Қазақстанда жасалған маркасы аясында қол жеткен отандық жетістік тарихы. Бұл табыстарға біз ең бірінші елбасының қолдауының арқасында, үкіметіміз бен парламенттің қолдауының арқасында, еліміздің, ата-аналарымыздың, оқушыларымыздың қолдауының арқасында жеттік. Назарбаев зияткерлік мектептері мемлекет басшысының бастамасымен құрылған және тікелей қолдаумен жүзеге асырылған бірегей жоба Қазақстанды жаһандық білім кеңістігіне шын мәнінде біріктірді. Зияткерлік мектептердің жас тәуелсіз мемлекеттің интеллектуалдық әлеуетін бейнелейтін лайықты ұлттық брендке айналды. Назарбаев зияткерлік мектептерінің символы — жасыл өскін ұлы даланың ертеңгі бәйтерегі.